Кеш жарық құрметті бауырластар, үйлеріңізге амандық пен тыныштық болсын. Өткен бағдарламаларымызда біз киелі жазба туралы әңгімелескен болатынбыз. Бүгін осы тақырыптағы біздің соңғы сұхбаттарымыздың бірі. Киелі жазбаның кітаптары сенім артуға лайықты емес, ол бұрмаланған деген пікірлерді мен естіп жүрмін. Рұқсат етсеңіз, Құдайдың сөзінің өзі бұған жауап берсін. Дәуіт патша Құдайдың рухының жетелеуімен 118-ші Забур жырында «Сенің айтқан сөздерің жаратқан ием, көкте тұр мәңгілікке бекітілген» деп жазады. Құдай өзінің сөзін өзі қорғайды. Құдайдың майланған патшасы Мәсіх бізге өзі туралы былай деп айтады: «Мені Таурат заңы мен пайғамбарлар жазбаларының күшін жою үшін келді деп ойламаңдар. Мен оларды жою үшін емес, қайта толық мағынасында жүзеге асыру үшін келдім. Сендерге шындығын айтайын. Аспан мен жер жойылып кетпейінше, Таурат заңының бірде-бір әрпі, тіпті бір кішкентай сызығы да күшінен айырылмайды. Әуелі бәрі де жүзеге асады. Сондықтан кімде-кім ондағы өсиеттердің тіпті ең кішкентайын болса да бұзып, басқаларды соған үйретсе, Құдай патшалығындағы адамдардың арасында оның жолы ең кішкентай болады. Ал өсиеттерді орындап, жұртты соған үйреткендердің Құдай патшалығындағы жолы үлкен болады. Матай жазғанызғы хабардың 24-ші тарауында былай деп қосады: «Аспан мен жер жойылатын болады, бірақ менің сөздерім еш жойылмайды». Ал киелі кітаптың ең соңғы кітабында біз былай деп оқимыз: «Ал кімде-кім Құдайдың хабары жазылған осы кітаптың сөздерінен бір нәрсені алып тастаса, Құдай оның осы кітапта бейнеленген мәңгілік өмір сыйлайтын ағаштан және қасиетті қаладан, яғни жұмақта иемденетін үлесінде алып тастайды». Киелі кітап Құдай берген киелі жазба. Ол сенім артуға лайықты. Паул Брамсен бұл туралы «Бір Құдай, бір хабар» деп аталатын өзінің кітабында былай деп жазады: «Ата-анаңыз сізге бала кезіңізде бейтаныс адамға ешқашан сенім артпа деп ескерткен болса керек. Басқа адамға сенім артудан алдын оны және оның өткен өмірін біліп алу керектігін олар білді. Өзіңіз сенім артатын адамдар туралы ойланыңыз. Сіз неге оларға сенім артасыз? Бәлкім олар қандайда бір уақыт аралығында өздерін сенім артуға лайықты етіп көрсеткендіктен сіз оларға сенім артатын шығарсыз. Олар сізге жамандық емес, тек жақсылық істеген болар. Және олар сізге бір нәрсені істеуге уәде бергенде, олар уәдесін орындаған болар. Егер сыйлық уәде еткен болса, міндетті түрде сыйлаған. Сонда сіз олардың сенім артуға лайықты екенін түсіндіңіз. Өйткені олардың өткен өмірін, олардың оқиғаларын білдіңіз. Киелі кітапта еркектер, әйелдер мен балалардың Құдаймен қарым-қатынасы туралы жүздеген тарихи әңгімелер баяндалады. Осындай әңгімелердің әрқайсысы бізге көк пен жердің жаратушысымен кездесуге бірегей мүмкіндікті ұсынады. Біз оның сөздерін естіп, мыңдаған жылдар бойына адамзат тарихында оның істеген керемет істерін көре аламыз. Ол қандай? Иә, шүбәсіз Құдай ұлы. Бірақ оның ұлылығы неден көрінеді? Ол бірізділікпен, реттілікпен жүйелі әрекет ете ме? Ол өзінің заңдарына бір нәрседе қарама-қайшы келе ме? Ол өзі берген уәдесінде тұра ма? Ол бізді алдауы мүмкін бе? Оған сенім артуға бола ма? Оның тарихында осы барлық сұрақтарға және осыған ұқсас мыңдаған басқа сұрақтарға жауаптар бар. Киелі кітап Құдайдың тарихының кітабы болып табылады. Ол біздің алдымызда бүкіл адамзаттың тарихының орасан зор көрінісін ашып көрсетеді. Ол бізге оның тарихын ұсынады. Құдайға сенім артып, оған шын жүректен сену үшін ақпарат қажет. Киелі кітапта Құдайдың кітабында былай деп оқимыз: «Сонымен сенім хабарды естуден келеді, ал естудің өзі Мәсіхтің сөзін жариялаудан болады». Ақпарат қажет болса, оқу немесе есту қажет. Құдай халықтың көсеміне Иешуа Нун ұлына былай дейді: «Осы Таурат заңы кітабында жазылғандардың бәрін сақтап, орындай алуың үшін оларды аузыңнан тастамай, күні-түні оқып, солар туралы ойланатын бол. Сонда ғана өркендеп табысты боласың». Назар аударыңыз, бұл жерде көзіңнен деген жоқ, аузыңнан деп жазылған. Сол заманда киелі жазбаны дауыстап оқитын болған.
Осы Таурат заңы кітабында жазылғандардың бәрін сақтап орындай алуың үшін оларды аузыңнан тастамай, күні-түні оқып, солар туралы ойланатын бол. Сонда ғана өркендеп, табысты боласың. Бірінші қадам ақпарат қажет. Ақпаратты алған соң келесі қадам бұл сенім. Иса былай дейді: сендерге тағы бір маңызды шындықты айтайын. Кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды, керісінше рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Алайда өкінішке орай, біз адамдар Исаның ізбасарлары ретінде де иеміз жер бетінде өмір сүрген замандағыдай көмекке мұқтажбыз. Луқа жазған ізгі хабарда біз былай деп оқимыз. Сонда ол: ей түйсіксіз, жүрегі шеменденген шабандармай, пайғамбарлардың алдын ала айтқандарының бәріне шын жүректен сенбегенсіңдер. Мәсіх өзінің салтанатты ұлылығына енуінен бұрын осындай азаптарды көруге тиісті емес пе еді деп, оларға Мұса мен бүкіл басқа пайғамбарлардан бастап киелі жазбалардың бәрінде өз туралы айтылғандарды түсіндірді. Бұл Мәсіхтің байсалды айтқан сөздері. Ей түйсіксіз, жүрегі шеменденген шабандармай, пайғамбарлардың алдын ала айтқандарының бәріне шын жүректен сенбегенсіңдер. Сонымен, бұл ақыл ойдың емес, еріктің шешімі. Жер бетіндегі өмірінің соңында Иса Мәсіх Құдайға былай деп мінәжат етеді: себебі мен өзің тапсырған хабарды оларға жеткіздім. Олар оны қабыл алды. Сенен келгенімді шәкірттерім шынымен түсініп, мені өзіңнің жібергендігіңе сенді. Бүгінгі күнде Иса салтанатқа бөленіп, әкенің оң жағында отыр. Оның сөзін түсіну үшін, Құдайдың сөзінде, киелі кітапта жазылған шындықтарды түсіну үшін, бізге киелі рухтың жетелеуі қажет. Егер киелі рух бізге түсіндірмесе, не болатынын Ишая пайғамбар жақсы түсіндіріп береді. Осы пайғамбарлық сөздің бүкіл мазмұны сендер үшін мөрленіп бекітілген шиыршық кітап іспетті жабық болмақ. Егер оны сауатты біреуге тапсырып, маған оқып берші деп сұрасаңдар, ол кітап шиыршықталып, мөрленгендіктен оқи алмаймын демек. Және сол тараудың 12-ші аятында былай дейді: егер оны сауатсыз біреуге тапсырып, маған оқып берші десеңдер, ол оқи алмаймын деп жауап бермек. Елшілердің істері кітабында Исаның алғашқы шәкірттерінің, ертедегі қауымның өмір туралы баяндайтын жаңа өсиеттің немесе Інжілдің осы бөлігінде келесі оқиға жазылған. Рұқсат етсеңіздер, мен оны сіздерге оқып берейін. Бір күні жаратқан иенің періштесі Филиппке жиналып оңтүстікке қарай Иерусалимнен Газаға баратын елсіз жолға шық деп тапсырды. Сонда Филипп дайындалып жүріп кетті. Жол бойында оған бір эфиопиялық адам кез болды. Бұл Эфиопияның патшайымы Қандахидың барлық қазынасын басқаратын уәзірі екен. Ол Иерусалимге Құдайға ғибадат етуге келіп, енді еліне қайтып бара жатты. Уәзір күймесінде Ишая пайғамбардың жазбасын оқып отыр екен. Киелі рух Филиппке күймеге жақындап қатарласып жүр деді. Филипп күймеге жүгіріп барғанда, сол кісінің Ишая пайғамбардың жазбасын оқып отырғанын естіді. Оған: оқығаныңыз түсінікті ме деген сұрақ қойды. Уәзір: біреу түсіндірмесе қайдан түсінейін? Күймеге мініп, қасыма отырыңызшы, деп Филипптен өтінді. Жазбадан оқып отырған жері мынау еді. Оны қой сияқты сойылатын жерге алып барды. Ол қырқылып жатқанда үні шықпайтын тоқты секілді тіс жармады. Ол жәбірленіп, әділ сотталу құқығынан айырылды. Оның ұрпақтары туралы кім айтып бере алады? Өйткені оның жаны бұл дүниеден аластатылды. Уәзір Филипптен: өтінемін, айтыңызшы, пайғамбар осы сөздерді өз туралы айтып тұр ма, әлде басқа біреу туралы ма деп сұрады. Сонда Филипп киелі жазбаның осы жерінен бастап Иса туралы ізгі хабарды айтып берді. Жолда осылай келе жатып, олар бір суға тап болды. Уәзір сонда: мынау су ғой, менің шомылдыру рәсімінен өтуіме болмай ма деп өтінді. Филипп: шын жүректен сенсеңіз болады деп жауап берді. Бұған ол: мен Исаның Құдайдың рухани ұлы екеніне сенемін деді. Уәзір күймені тоқтатуға бұйырды. Екеуі суға түсіп,
Филипп уәзірді суға шомылдыру рәсімінен өткізді. Филипптің оқығаныңыз түсінікті ме деген сұрағына уәзір, біреу түсіндірмесе қайдан түсінейін, күймеге мініп қасыма отырыңызшы деп Филипптен өтінді. Құдайға сенім арту үшін, оған шын жүректен сену үшін ақпарат қажет. Киелі кітапта, Құдайдың кітабында былай деп оқимыз. Сонымен, сенім хабарды естуден келеді, ал естудің өзі Мәсіхтің сөзін жариялаудан болады. Бірінші қадам ақпарат қажет. Ақпаратты алған соң, келесі қадам бұл сенім. Иса былай дейді: сендерге тағы бір маңызды шындықты айтайын. Кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды, керісінше рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Алайда өкінішке орай біз адамдар Исаның ізбасарлары ретінде де еміз жер бетінде өмір сүрген замандағыдай көмекке мұқтажбыз. Луқа жазған ізгі хабарда біз былай деп оқимыз. Сонда ол: ей түйсіксіз, жүрегі шеменденген шабандарым-ай, пайғамбарлардың алдын ала айтқандарының бәріне шын жүректен сенбегенсіңдер. Мәсіх өзінің салтанатты ұлылығына енуінен бұрын осындай азаптарды көруге тиіс емес пе еді, деп оларға Мұса мен бүкіл басқа пайғамбарлардан бастап киелі жазбалардың бәрінде өз туралы айтылғандарды түсіндірді. Сонымен, сену бұл ақыл ойдың ісі емес, еріктің шешімі. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Мәсіх сенушілер қауымының, яғни оның рухани денесінің басы және өмірінің қайнар көзі, әрі өлімнен қайта тірілгендердің ең бастысы. Үйіңді сүйем Тәңір, сүйіспеншілік сарайын, Мәсіх қанымен өтелген қауымды
құтқарушым ием, қауымды сен басқар, төзетінде күш қуат бер, мен өзіңе келем. Төзетінде күш қуат бер, мен өзіңе келем. Қауыммен бірлікте тұрар менің жаным, қасіретті айқыш қызметті көтерем салмағым. Қасіретті айқыш қызметті көтерем салмағым. Сенің